Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 41-ші бөлім. Лавр жапырағы. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иістің затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары, эфир майлары, түрлі түсті дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйден табылатыны жапырақтары десек, енді емдік қасиеттеріне тоқталайық. Суық тиіп, қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стакан суға салып, үстіне 1 ас қасық ас содасын салады. 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып жылыда ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып, түйіліп ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап, жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, тампон қояды. Осы судан ішуге де болады. Лавр жапырағынан ұнтақталған 2 ас қасықты алып, 1 стакан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтан ірің су аққанда пайдаланады. Ол үшін құлақты осы сумен жуады. Аздап ішіне тамызады. 10 тал лавр жапырағынан ұнтақтап, 1 стакан қайнап тұрған суға салып 1 сағат бұқтырады. Тік ішек шыққан кезде жылыдай осыдан дәкіге сідіріп артынан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стакан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 қасықтан ішеді. 5 тал лавр жапырағын ұнтақтап, 100 грамм мүсәтір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Осыны аяқта, басқа да буындарда шошайып шыққан түйіндерге жапсырып ысқылайды. Буын, сал, дірілеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн бойы тындырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да ауырған жерді сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып араластырып, 1 күнде түгел бітіреді. 5 грамм лавр жапырағын 300 грамм суға 5 минут ақырын қайнатып, 5 сағатқа термосқа құяды. Осыны буындарды тазалау үшін 12 сағаттың ішінде түгел ішеді. 3 күннен кейін қайталауға болады. Қан қысымын төмендету үшін 4 тал жапырағын 1 стакан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кеш ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160/90 болса, жоғарғы мөлшерге 1 шай қасық аскөк қосуға болады. Егер видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.